Шыңғысхан өз нәсілін тегін моңғол деп еш уақытта айтпаған. Оның шыққан тегін кейінгі кезеңдегі тарихшылар әлемнің жартысын билеген әміршінің төлқұжаты қолында тұрғандай моңғол деп жазып, дүниежүзі халықтарын жаңылыстыратын мәлімет кіргізіп, өз тегінен алыстатуға бар күш-жігер жұмсап келеді. Әлемде 12 ғасырдың аяғынан бері күні бүгінге дейін Шыңғысхан қатысты дау-дамай, айтыс-тартыс толастай қойған жоқ. Қайта әр кезеңдегі өзекті мәселеге айналып отырды. Себебі Моғолдан шыққан Шыңғысхан тұтас бір дәуірдің, тіпті кейінгі дәуірлердің де тарихының алтын діңгегіне айналғандай, шын мәнінде кейбір тарихшылар жазғандай, Шыңғысхан қайшылықты тұлға емес. Ондай қайшылықты пікірді ойдан шығарып жүрген, саясат ойынына ат салысып жүрген тарихшылар. Шыңғысхан билікке келгенде моңғол деген атау түбірімен жоқ болатын. Себебі ол ер түріктің ұрпағы моғол мен татар болатын. Өзі құрған империясында түрік халықтарының басын қосып құрған Еке моғол ұлысы деп ағылшында аталады. Ол моңғол болса, онда бұл империя моңғол империясы деп аталмай ма? Оның ұрпақтары құрған Алтын Орда сияқты бірнеше мемлекет болып күшейген тұста да моңғол деген атау ешбір мемлекеттің атын атауға қолданылған емес. Мемлекет хандық оны құраушы халықтың атымен аталатын дәстүр бар емес пе? Соның дәлелі тарихтағы Үйсін, Қаңлы мемлекеті, Керей, Найман хандығы, Түргеш қағанаты. 12 ғасырда саяси аренаға шыққан Дулы түрік қағанаты. Бұлардың бәрі сырттан таңылған атау емес. Сол мемлекетті құрған халықтың атымен аталған құрылымдар. Бұдан шығатын қорытынды Шыңғыс моңғол болмағандықтан ол құрған мемлекет те моңғол ұлысы болмаса, моңғол мемлекеті болып аталған жоқ. Шыңғысхан моңғол нәсілінен шықпағандықтан құрған мемлекеті моңғол мемлекеті деп аталынбады. Рашид ад-Диннің Жами ат-Тауарих атты кітабында да моңғол деген сөз жоқ. Айтылмайды да, онда моғол деп жазылған. Парсы тілінде моғол атауы да моғол болып жазылған. Ал бұл кітапты аударған ғалымдар моғолды орыс тіліне аударғанда әдейі моңғол етіп жазып отырған. Содан моңғол атауы қолданысқа еніп, түрк моғол атауын ығыстыра бастады. Моғол атауының моңғол болып өзгеріп шыға келуінен моғолдардың бүкіл адамзат баласына атқарған қызметі тек моңғол халқына тиесілі етілді. Мұның өзі тарихты бұрмалауға алып келіп, зерттеушілерді әбден шатастырды. Олар моғолды моңғол деп түсініп өзгеріске ұшыратты. Мұны өзі түрік халықтарының